Біз бүгін дәл сондай мейірімді жан болған, жан жағына шуағын төге білген Қайкен жаман қызын еске алатын боламыз. Ол 1946 жылы 19 қыркүйек күні Ақсу Аяулы ауылында Нұрбекұлы Жаман мен жұбайы Жұмаш қызы Ақлима отбасында дүние есігін ашты. Нұрбекова Қайкен Жаман қызы 1964 жылы Ақсу Аяулының орта мектебін бітіреді. Мектепті үздік бітіріп, алғашқы табалдырығын озық ойлы, жоғары кәсіби біліктілігімен бітіріп шығады. Сол жылдары Қарағанды қаласының педагогикалық оқуына түсіп, оны абыроймен 1968 жылы Қарағанды педагогикалық институтының тарих факультетін тарихшы мамандығы бойынша бітіреді. Тарих мамандығы инемен құдық қазғандай, талай тарихи оқиғаларға қанық болған адамның ақпаратқа ие болары сөзсіз. 1968 жылдан бері анамыздың ұстаз еңбек жолы 49 жылға ұласты. Ұстаздың жолы шет өңірек совхозы орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі болып бастады. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дейді. 1971 жылы оқу жолынан бастап Горький атындағы, қазіргі Жамбыл Ақылбаев атындағы мектеп-гимназияның тарих пәнінің мұғалімі болды. Бір әріп үйреткен адамға 40 жыл сәлем бер дейді. Жалпы адам баласы өзінің алғашқы ұстазынан бастап, өзі ұстаздық еткен шәкірттеріне дейін ең асыл жол ол білім. Сол білім жолында анамыз Қайкен Нұрбековна ұстаз кезінде шығармашылық жетістіктері, талай белестерге қол жеткізді. Мәселен, оның ішінде атап айтар болсақ 2003 жылы базистік оқу жоспарының вариативтік курс бөлімі құрмет грамотасымен марапатталды. 2004 жылы Республикалық қазақ тарихы журналында талап және талпыныс атты мақаласы жарық көрді. 2005 жылы Қазақстан тарихы оқытудың тиімділігін арттыру атты мақаласы шықты. 2007 жылы жыл мұғалімі байқауына қатысып, үздік ұстаз номинациясына ие болды. 2007 жылы 20 ғасырдағы саяси қуғын сүргін атты мақаласы азалы жылдар жаңғырығы кітап жинағына енгізілген. 2009 жылы Қазақстан Республикасының үздік мұғалімдері енгізілген «Учитель это призвание» атты жинағына есімі жазылды. Қайкен Нұрбековна 6 және 10 сыныптарға арналған өлкетану, ел тану, темірдің түзіктері вариативтік курсының авторы. Астанада білім министрлігіне қорғап әр курсқа жұмыс дәптері, хрестоматиялық материал, тест сұрақтар дайындаған. Қазір бұл курс шет аудан бойынша мектептерінде жүргізіледі. 2004 жылы мектепте тарих өлкетану мұражайын ашып, соның қалаушысы болды. Қандай қызметте, қандай ұжымда белсене қызмет атқармаса да, елге сыйлы, жанына жанашыр, жан жағына шуағын төккен мейірімді абзал жан еді. Анамыздың жұмыс уақытында медальдармен марапатталып, құрмет атағын алды. Мәселен, 5 ақпан күні 1991 жылы Совет үкіметі уақытында Президиум Верховного Советінің шешімімен ветеран труда медалімен марапатталды. 1997 жылдың 2 маусым күні білім беру саласындағы ерекше еңбегі үшін Қазақстан Республикасы білім берусінің үздігі, яғни отличник образования белгісімен марапатталды. 6 желтоқсан 2013 жылы жас ұрпақты оқыту және тәрбиелеу ісіндегі елеулі табыстар үшін Ыбырай Алтынсариннің белгісімен марапатталды. 27 қыркүйекте 2019 жылы Қазақстан Республикасының еңбек ардагері медалімен марапатталды. 2019 жылы 25 мамыр күні еңбегін кетпес далаға атты
Қайкен Нұрбекованың атына Жамбыл Ақылбаев мектебінде тарих пәнінің кабинет ашылды. Армысыздар, аса мәртебелі қонақтар, құрметті ұстаздар және оқушылар. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін етпес далаға, ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға деп, Абай атамыз айтқандай, 40 жылдан астам уақыт жас алынға саналы тәрбие беріп, аянбай еңбек еткен, көп жылдар адал еңбегі үшін еңбек ардагері медалінің, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі, Ыбырай төс белгілерін иегері, Нұрбекова Қайкен Нұрбекқызының атына тарих-пәні кабинетінің ашылу салтанатына орай ұйымдастырып отырған еңбегін кетпес далаға атты іс-шарамызға қош келдіңіздер. Екі мың 21-2024 жылдары Жамбыл Ақылбаев атындағы мектеп гимназиясының ардагер ұстазы Нұрбекова Қайкен Жамановна атындағы ұстаз тағылымы ізденіс тәжірибе атты аудандық ғылыми практикалық конференциялар өтіп жатыр. Анамыздың артында қалған жұбайы Қуаныш, балалары Мейрам, Мирас, Жанна, Еруслан және 9 немересі бар. Адам ұрпағымен мың жасайды. Немерелері тамырын тереңге жайған бәйтеректей ұрпақтары барды ешқашан есімі ұмытылмайды. Келмесіне кім қияды анасын, түс көргендей болып пенде қаласың. Анаң ғана мәңгі өмір сүрердей жаулайды екен перзентінің санасын. Мейлің анаң 100-ден асып кетсе де, кәрілікті қуып жүріп жетсе де, перзент үшін қартаймайды анасы. Қиындық пен сынақтардан өтсе де. Барлық балаң болса екен деп қасыңда, барлықтарын теңеп қойып асылға, бәрін бірдей көре алатын анашым, жасыңызды жетсе деп ем ғасырға. Кеттің ана, жұмағыңа білеміз, дұға тілеп еске алып жүреміз, ақ жаулығың исіңізді сіндірген, соны искеп, аңсап кейде жүреміз. Даусың сенің, естілгенде жібідік, сол даусыңды іздеп жаным түңілдік, жадыраған жаның жаздай көрінген, жансыз бейне суретіңе үңілдік. Ана, жаным, ақ жүрегің кеңеді-ау, қиналсаң да еш білдіргің келмеді-ау, сіздей мықты бола алмаймын анашым, жоқ дегенде бала жүрек сенбеді-ау. Жаным анам, жалған өмір мәңгі емес, пәк жүзіңде елестеді таңғы елес, тек жақсылық оймен ғана жүргенім, сізсіз өмір өтер бірақ мәнді емес. Иә, ана махаббатын, ананың мейірін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Бір қолмен бесікті, бір қолмен дүниені тербеткен аналардың алдында бәріміз парыздарымыз. Білемін жаннаны, барыңды жинадың балаңа, балаңа жаның садаға. Сол үшін осынау өмірде бармақтау тән шығар тәңірге, содан соң менің анама теңізде ана сенің басталған бұлағыңнан
мектептің түлектеріміз, осы мектептің түлектерісіздер, сіздер осыдан 25 жыл бұрын 88-89 оқу жылында осы мектепті аяқтап шықтыңыздар. Сіздерді өмірге қадам бастырып, сіздерге бағыт бағдар беріп, білім беріп, осындай бүгінгі үлкен азамат етіп, сіздердің осы өмір жолдарыңызды таңдауға үлес қосқан мінекей алдарыңыздағы ұстаздарыңыз. Ұстаздың еңбегі еш уақытта жоғалмайды. Өйткені ұстаз еңбегін сіңірген, ұстаз білім берген шәкірт ол өмір бойы өмір сүреді. Оның жадында болады, оның есінде болады. Амалманың сөзі бар еді, қалай айтып жүрміз? Ұстазынан аспаған шәкірт. Ұстазы ұстазынан шәкірт тосса, ұстаздың біліктілігі сонда табылады. Енді оның орысшасын айтып жіберейін. Жалобный ученик, который не превосходит своего учителя. Яғни сіздер бізден асып та жатырсыздар, азаматсыздар, бір-бір енді ұжымды, бір-бір коллективті, бір-бір айтайын үлкен отбасының шаңырағын ұстап